Сәлем баршаңызға, бүгін сіздерге макпен жасалынатын булочкидің рецептін ұсынып отырмын. Міндетті түрде жасап көріңіздер және каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен бізге қажеті 200 мл жылы сүт, 180 грамм қант, 150 мл сұйық май, тұз, ашытқы. Жақсылап араластырамын. Одан кейін оған бір жұмыртқаны қосамын және тағы да жақсылап араластырамын. 450 грамм ұн қажет болады. Оны да жақсылап араластырып және одан кейін қолмен илеймін. Барлығы дайын болғаннан кейін 1-2 сағатқа жылы жерге, міндетті түрде жылы жерге көтерілгенше қойып қоямын. Ал енді начинкасын дайындаймын. Ол үшін 50 грамм мак қажет болады және оған ыстық суды құямын. Одан кейін оны 15 минутқа қойып қою керек болады. Қамыр жақсылап көтерілді. Жалпы бұл қамырмен кез келген булочкидің түрін жасасаңыз болады. Ал енді булочкидің формасына келтіреміз. Мак міндетті түрде ішіндегі судың барлығынан айыру керек. Яғни ол дымқыл болмау керек қатты. Осылай сүзгішке қойып, суына ағызып алдым. Және оған 1,5 үлкен қасық қант қостым. Және 50 грамм сары май. Жібітілген, жұмсақ. Жақсылап барлығын араластырамыз. Ал енді макты жағып, жалпы макты азырақ жақсаңыз да болады. Осылай дөңгелектейміз. Дөңгелектегеннен кейін ұшын жақсылап жауып қою керек. Және осылай кесеміз. Одан кейін екеуін байлаймыз деп айтсам дұрыс болмайтын шығар, осылай айналдырамыз. Осылай қалдырсақ әдемі көрінеді деп ойлаймын. Және изюмнің түрін қоссаңыз болады. Және тағы да осылай айналдырамыз. Және де басқандай форма жасауға болады. Яғни мынандай гүл секілді болады. Қоссаңыз. Жұмыртқаның сарысымен жақсылап бетін жағамын. Және 180 градуста 35-40 минутта пісіп шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Және комментарияға пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.